Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келесіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын және организмімізге пайдасы көп тиетін, клетчаткаға бай, витаминдері көп, біздің ішектерімізге мол күш-қуат беретін осындай капуста жасайтын боламыз. Бұл жай ғана капуста емес, бұл тұздалған және ашытылған капуста болып саналады. Өзінің бойына бар керекті витаминдерін сақтап тұратын болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге капуста керек. Капустамыздың үлкенін және сырты ақ түсін алғандарыңыз дұрыс. Олар піскен және әдемі болады осындай квашеный капустаға. Және бізге сәбіз, сарымсақ, лавр жапырағы және түйіршік қара бұрыш керек болады. Ең алдымен капустамызды бөлшектерге бөліп аламыз және майдалап турайтын боламыз. Өз қалауыңызша осындай капустаға арналған терка болса, осы теркамен істесеңіздер де болады. Майдалап турағандарыңыз жөн. Майдалап туралған капустамыздың үстіне сәбізімізді теркадан өткізіп салатын боламыз. Оның үстіне сарымсағымызды майдалап турап үстіне сала жібереміз. Және лавр жапырағымызды, қара түйіршік бұрышымызды саламыз. Және де бізге бір ас қасық тұз керек. Осы тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қолымыздың күшін қатты салмайтын боламыз. Тұз салғаннан кейін капуста мен сәбіздің өзі өз суын шығаратын болады. Міне осы уақытта байқасаңыздар болады, соңында кішкене су шыққан бастапқы уақыттың өзінде. Осылайша тағы кішкене араластыратын боламыз. Осы араластырып болғаннан кейін енді таза стерилденген банкімізге саламыз. Әбден нығыздап салатын боламыз. Осылайша әбден нығыздап салып болған екен, бұл капустамызды бетін жауып, бөлме температурасында 3 күнге қойып қоямыз. Бөлме температурасында тұру керек. Bir күн өткеннен кейін осы капустамыздың айнала шеттерін, ортаңғы жақтарын вилканың немесе пышақтың көмегімен тесіп қоямыз. Сондағы түбіндегі ауалар шығады. Осылайша 2-3 қайтара істейміз, сонда ашып, әбден капустамыз тұз алатын болады. Осылайша барлық пайдалы витаминдерін өз бойына сақтайтын болады. Мінекей біздің осылайша 3 күнде бөлме температурасында осындай әдемі, пайдалы квашеный капустамыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналымды қолдап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да жаңа рецепттер шығаратын боламын. Каналыма тіркеліп алыңыз.